күн достар. Қазақша сөйлесейік подкастының кезекті шығарылымы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ол әрине жастардың арасында, жалпы жастарды белгілі бір бизнесқа қалай бағыттауға болады, маркетинг саласы, жарнама, осының барлығын біздің қаланың төңірегінде, біздің қаламызда бренд болып үлгерген дәмді, жеңіл жылдам фастфуд, сол тағамдарының атқарушы директорын Қуаныш Арманұлын бүгін қонаққа шақырып отырмын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Әр шақырудың өзінің астарында бір өзіндік мән бар ғой. Біз үшін дәмді Семей қаласында өзіндік бір бренд. Түгел бағыт бар. Кейбіреуіне халал бағыт керек болса бар. Тіл бағыты керек болса да бар, жастарға қол жетімді барлығы. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі көтеріп отырған тақырыпқа сіздің береріңіз, айтарыңыз көп болу қажет деп. Енді жалпы бизнесқа қай уақытта бет бұра бастадыңыз? Содан бастасақ. Өзім бизнеске келуімде ерекше, негізі өзім мамандығым педагог. Педагогикалық институтты бітірген осы Семей қаласындағы. 2 жыл ұстаздық қызмет жасадым. Осындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қазақ тілі әдебиеті пәнінен. Өте керемет, білмеппіз. Одан кейін Назарбаев зияткерлік мектебі жалпы өте бір оң әсер берді маған. Өзім жалпы тұлғалық ретінде дамуға, сенімділік. Себебі ол жақта бір жағынан бірден сондай ортаға түскеннен кейін ол жерде материалдық база өте жоғары. Жаңағы білім беру бағдарламасы, сервис барлығы. Және ең ұтымды тұсы деп айтсақ болатын шығар. Ол жерде шетелдік мұғалімдермен тәжірибе алмасу бар да. Ағылшын тілі болсын, физика, химия, кейбір үлкен сыныптарда ағылшын тілінде өтеді тек қана. Сол мұғалімдермен сөйлесу арқылы осындай мүмкіндіктер бар екендігі туралы көре бастадық. Жаңағы білім көкжиегі дейді ғой, көкжиек ашылғандай болып бір ізденіп, енді ол кезде әдеби кітаптар ғана оқитынбыз да. Осындай іскери кітаптар бар екенін, оны оқу керек екенін сол кезде түсіне бастадым да мен. Сөйтіп, енді педагогика, ол да білім беру, ол да жаныма жақын, бірақ маған бір шығармашылық, бір сондай бір өзімнің бір дүнием болғанын қаладым ба, сондай бір өзімді кәсіпте сынағым келді да. Сөйтіп, ол кезде енді ғана бірінші балам дүниеге келген сәті, 40-нан шықпай жатып өзім Астанаға алып, жұмыстан ресми түрде өзім шығуға шешім қабылдап, алғашқы кәсібімді бастап көруге бір қадам басып бел будым. Ол жерде де тамақтану саласы. Бұл да бір андай классика ғой, кез келген адам бизнес ашам десе бір донерка ашу керек еді, бір сондай ойда болады. Бірден сол тамақтану орнын ашу, ол бір классика сондай адамдарда бір немесе күнделікті ақша. Сондай ой келеді. Сөйтіп ол жерде тәжірибе жоқ, аспаздық қабілет те жоқ. Ол кезде сөйтіп аспаздар тауып, жаңағы жердің жөндеу жұмыстарын жүргізіп, кішкентай өзі шағын павильон дейді ғой. Сондай форматта аштым. Сөйтіп ол ашылам дегенше күн суытты, мерзімділік бар деген сияқты. Ал былай есебім, қисабым бойынша барлығы дұрыс, трафик, студенттер барлығы келіп өтіп жатыр. Мерзімділікті дұрыс таппаған екен. Ол жерде бір тәжірибе деп айтса болады, ол көп ұзамай бір 3-4 болу керек. Болу керек, әрине. Толық келсем. 2-3 айдан кейін банкрот дейміз ғой, банкрот болып, ол кезде ондай терминдарды қатты түсінбейміз. Банкрот болып, қайтадан қалаға қайтып келдім. Екінші ниша, ол жерде ойын саласына кіріп көргім келді. Көңіл көтеру дейді ғой. Балалар ойын сауық саласына кіріп көргім келді. PlayStation дегендер ме? Бластерлар болады. Нерф деген жұмсақ оқтармен атады. Балаларға қызықты болды. Ол салада өзінше бір өте бір қызықты болды. Бірақ бұл жерде аренда жалдамалы, ол бізде апрель сауда үйін білесіздер. Ол жердің арендасы да ол кездің өзінде қымбат болатын, қазір білмеймін, тіпті қымбат шығар.
негізі өзін ақтап тұрды, арендасын жауып тұрды, бірақ кәсіп бұл пайда әкелу керек қой. Сол себепті Иә. ол жерде сол белгілі бір деңгейде халықтың жаңағы көңілінен шығып, жаңағы өзінің бір фанаттары, жанкүйерлері пайда бола бастаған уақытта енді ол жерде табыс болмағаннан кейін ол жерді жабуға тура келді. Иә, Осылай өзіңіз шештіңіз. кәсіпке алғашқы қадамдар осылай басталды. Мгм. Одан кейін енді біраз қарыздандық, тағы бірдеңке, Сол қадамдар Иә. өсуіңізге көмектесті ма? күйзелістер, сол біраз ойлануға уақыт алып, Қуаныш Сонбай айтады ғой, окоп дейді ғой, окопта жатып біраз ойлану керек болды. Сөйтіп жатқан өзінде бір 2-3 ай өтті. Артқа шегіну болды ма сол кезде? Жоқ, алдыға бара Эмоционалдық тұрғыда негізі ауыр болды деп айтуға болады. Себебі ол жерде жаңағы күйзелісті енді кез келген адам түсінеді ғой, егер сол жағдайдан өтсе, жаңағы қоғамнан оқшауланып, жаңағы өзін бір жеңілген сияқты санап, бірақ ол жерде де керісінше менде бір жаңа дағдылар пайда болды. Жаңағы кітап көп тыңдайтынмын, кітап оқитынмын, сондай өте бір пайдалы. Бос уақыт көп, құлаққа жаңағы кітап Аудио оқуға кітаптар ма? ыңғайсыз жағдайлар болса, аудио кітаптар, подкасттар қосып қойып тыңдау өте жақсы әдеттер болды. Ол жерде өте көп жаңағы багаж дейді ғой, атта білім жиналды. Сөйтіп өзіңізді салауатты өмірге қарай итердіңіз. Иә, таңертең ерте тұру, жаңағы таңның берекесі деген сияқты нәрселер сол кезде таныса бастадым, және өзім сезіне бастадым сол нәрсені. Одан кейін енді отбасын асырау керек. Иә. Жата беруге болмайды, еркекке жараспайды. Сол себепті жаңағы подработка дейді ғой, ақша, уақытша, қосымша жұмыс ретінде бір жұмыс табу керек болды да. Одан кейін жаңағы жұмыс қарай бастадым. Объявленияларды қарап, осы дәмдіге аспаз керек екен. Сол жерге хабарласып, Аспаз болып бардыңыз. аспаз болып бардым. Қызықты. Аспаз емес, тіпті ол жерде жаңағы даярлаушы дейді ғой, заготовка алдын ала дайындайды ғой. Иә. Заготовщик, Көмекшісі. Көмекші қызметіне бардық. Қайрат деген досымыз қазір Нанго деген проект білесіз, ол Білем, дәмді, өте дәмді. жетекшілік қызмет атқарады. Сол досымыз өз жұмысқа қабылдап, жерлесім, мен өзім Аягөздікпін, ол да Аягөздің жігіті. Сол жерде танысып, сол алғаш заготовщик болып жұмыс жасап жүрдім. Содан кейін ол жерде басшылық, мен мұғалім болып қызмет жасағанымды естіді, көрді. Біліп, сол жерден басталады осы жаңағы тілге қатысты, маркетингқа қатысты нәрселер бар жаңа этап осы жерден басталады. Себебі енді мен өзімде сол маркетинг қызығушылық болды, жаңағы кәсіп ашатын кезде біраз білім жағынан, теориялық білімдер бар деген сияқты, дизайн білім алдыңыз. Сол нәрсені көрсетуім керек болды. Ол жерде параллельно сол аспаздық қызметін жасап жүрдім. Енді ол жерде жаңағы өсу жылдан болды. Бір айға жетпей жаңағы донерщик болып, донерщиктан пицца жасаушы, сондай градация. Дайындап әкеп бірден өсірген екен. Енді ол жерде адамның өзінің қабілетінде де байланысты да. Мысалы менде жаңағы сондай эксперимент жасау, өсу деген нәрсе, ол өзім бір жақсы көремін сондай нәрселерді. Былай жаңа нәрсені көріп, одан жоғарырақ нәрсе деген сияқты. Масштабқа шығуды. Масштабқа шығу деген сияқты. Сөйтіп басшылық келіп маған ұсыныс тастады. Осындай бізде Инстаграм бар, сен жүргізсең, сен қазақ тілі мұғалімі екенсің, қазақша жүргізсең деген сияқты ұсыныс болды. Соны жаңағы өзімнің қалауымды осы жерде бір жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болды. Менде өзімді осы тамақтану саласында сынап көргім келді. Енді бұл жерде жаңа екінші мәселе пайда болады, яғни өз кәсібіңді ашу ма, әлде біреудің кәсібін жүргізген тиімдірек па деген сияқты. Иә. Бұл да бір үлкен бір кейс. Энергияны қайда жұмсаймын деген. Егер біз өзіміздің бизнесімізді ашатын болсақ, ол жерде көп ресурс қажет болады. Мысалы үшін біз оны жер табуға, оны жөндеу жұмыстары, жаңағы жалақылар төлеу деген сияқты, салық төлеу, өте көп шығындар бар, ішкі операциялық шығындар. Ал егер біз біреудің кәсібіне басқарушылық қызмет болсын, тағы басқа жаңағы қызметтерде жұмыс жасайтын болсақ, біз сол басшылықтың ресурсымен, яғни бізге көмек, ол кісілерге көмек керек, біздің, яғни маманның көмегі керек, ал бізге ресурс керек деген сияқты. Осындай мүмкіндік пайда болды, яғни ол кісілер маған ресурс берді, жаңағыдай демеушілік жасады, курстар алып берді, жаңағы техникалық жағынан ноутбук берді деген сияқты сондай нәрселермен. Ал мен өз тарапымнан жаңашылдық, жаңа бағдарламалар үйреніп, жаңа фишкалар дейді ғой. Маркетингқа ендіңіз. Маркетингқа ендім, бірақ
параллельно ол жерде әлі повар болып істеп жүрдім. Мм. Бірақ жаңағы жақ қызықты болғаннан кейін ол жерде бір жағынан творчество бар ғой. Ол кезде Креатив мен бар. аналитика деген нәрселерге Мгм. қатты кірмейтін, тек қана творчество ол жерде. Және контенттің қызықты болуы, адамдардың вовлеченность дейді ғой, жаңағы адамдарға қызықты болу, жаңағы Тарту. адамдардың реакциясы, тағы басқа нәрселер. Инстаграмның ең алғашқы кезі, ол кезде пост қана болатын, ол кезде қателеспесем видео да болмады ғой деймін. Ол кезде Ковидтен картинкалар, кейін иә, әйтеуір дамыды бұл сала. сала дамыды. Содан кейін ковид кезінде, ковидқа дейін өте қатты сырқаттанып қалдым. Бізде жаңа бір нүкте ашылған болатын. Суық өтіп, қатты сырқаттанып, содан кейін ол аспаздықты тастауға тура келді. Мен сондай шешім қабылдадым. Мгм. Оны осы маркетинг саласын толық алып, одан кейін осы қаладағы біраз жобаларды алып, солардың инстаграмдарын жүргізіп, өзім Мгм. сол салаға ендім. Енді Ал дәмдіні көтерудің өзі айтады ғой, міне дәл осы жерге келген кезде дәмді осылай көтеріліп кетті. Мен осындай техника қолдандым дей. Сондай бір сәт есіңізде бар ма? Бөлісе аласыз ба? енді бұл жерде осыншалықты көтеріліп кетті деген Неге донер десек бірінші дәмдіні айтады. дәмдінің негізгі маған дейінгі өзінің бір репутациясы бар да, мен келмей тұрып деген Иә, сияқты. иә. Себебі бұл жерде біздің басшылық, Марат Қанағатұлы, біздің осы Танимын ол дәмді желісі бар, браунис, тағы басқа Өте көптеген жақсы жұмыс жобалар бар. жасайды. Иә. Ол кісінің бір өте бір ұтымды бір қабілеті деп айтамыз ба, ол нарықтағы тенденцияны бірінші көре алатын сондай бір қабілеті бар. Ол Қабілеті кісі бар. қатты мойындамайды, бірақ сырт көзге көрінеді негізі. Ол кісі кез келген нәрсені бренд жасап жібереді. Алғашқы мысалы осы донер бірінші проект па, мысалы ол кезде семейде донер саласы бос болған, донерді алып келді. Суши бірінші алып келді, жаңағы алғашқы із салушылар дейді ғой. Иә, иә, иә. Кофе, мастер кофені білеміз, мастер кофе ең алғаш, бұл үшінші толқынды кофейня, жаңағы specialty кофе деп айтады. Алғашқы кофейнялардың бірі, мойындаймыз. Менің үлесім болған ол жерде де маркетинг жағынан. Одан кейін осы өзім бәлем ашылу салтанаттанса болдым. фокус қойып, осы бір салада және басқарып, осы саланы алайын деп дәмдіні өзім сұрап алдым, және басқа жобалардың барлығын өткізіп тастадым. Осылай бұл дәмдінің нәтижелі болуы осы алғашқы уақытта ол жерде сарафанное радио деп айтамыз, жаңағы адамдардың көңілінен шығуы, яғни тойымды үлкен, қазір сырт жақта жүрген, бұрын осы жақта студент болған адамдар, студент болған кісілер айтып жатады, мысалы дәмдінің донері деп, жаңағы үлкен болатын деген сияқты. Ол жерде жаңағы баға және тойымдылық осы нәрсемен алған да. Сіздердің брендбуктарыңызда байқалып тұрады. Көп адамдар ол сөзді білмесе де байқалып тұрады. Ол пиццаның құраптары. Кейіннен сол айдентика дейміз, мысалы адамның жаңағы түс бойынша характер, мысалы сөйлеу, әлеуметтік желіде сөйлеу, жазу, сондай стильдермен оны кейіннен түсінгеннен кейін осы нәрселерге көңіл бөле бастадық, брендинг жасап, тағы басқа нәрсе жасап. Ол енді жалпы менде нақты бір енді жоғары оқу орны бітірмегеннен кейін, енді жаңағы өзіміз үйреніп, өзіміз оқып жатқаннан кейін андай ой болады, адамда мөлшермен осындай болу керек деген ой болады. Соны біз жаңағы жүзеге асырып жасай бердік, көре бердік, жаңағы тәжірибе ретінде. Сіз тұтынушы рөлінде көрдіңіз, қалай болады екен, мен тұтынушы болсам не үшін аламын? Және өзіміз үлкен брендтермен, жаңағы quick сервис дейді. Мысалы тапсырыс бердің, алдың деген, бұл осы quick сервиске жатады, сол салаға жатады. Яғни біз ресторан емеспіз, жаңағы тапсырыс беріп қойып, жарты сағат күтіп, жаңағы комфортта отыратын бағыт емес. Бұл жылдам тағам ғой. Бұл жылдам тамақтану, яғни quick сервис. Осы бағыттағы біз жобаларды, жаңағы сәтті жобаларды зерттей бастадық, солардан қайталай бастадық деген сияқты. Өскін келсе, өскеннен қайтала. Велосипедті ойлап табудың қажеті жоқ дейді ғой, жаңағы қайталау керек. Суретші сияқты қайталай. Иә. Негізі өскін келсе шын ғой. Бір нәтиже жасаған келсе, сол нәтижені жасаған адамнан қайталайсың. Одан шықпаса тағы біреуден қайталасың. Сөйтіп жүргенде өзі бір күні бір жерден ұра берсең шығады деген. Ал дәмдінің енді жаңағы сұраққа келе жатырмыз ғой. Айтыңыз. Даму сатысы бізде
бір нүкте болды, 2 нүкте. Енді қазіргі таңда қала бойынша 5 нүктеміз бар. Бесеу бар, Енді біз бір жылда осы өткен жылы, алдымызда өткен жылды біз қатарынан бір нүктеде үлкен күрделі жөндеу жұмыстары, одан кейін қатарынан 2 нүкте аштық. Сол бір үлкен бір өсу кезеңі болды деп айтсақ болады. Бірақ ол жерде бізде жаңағы қаржылай сауаттылықтың жетпегеннен ба, біз ол жерде де бір үлкен тәжірибе жинай алдық. Бірақ бізде қай жағынан өсу болды? Бізде командалық тұрғыдан, командада, яғни бізде кәсіби деп айтамыз ба, кәсіби түрде жаңағы сатылы, жаңағы бірге қозғалды ма команда? команда сатылы дұрыс орг структура, жаңағы орг структура құрдық, директорлар составын жинап деген сияқты. Қазіргі таңда біз сол кешенді түрде дамытып жатырмыз да. Біз енді алда үлкен мақсаттар бар. Енді біз ол мақсаттарды әлі жариялап ешкімге айтпаймыз. Бірақ та біз осы уақыт аралығында бізде өте бір үлкен сынақтар дейміз ба, және тәжірибе алу бір кезеңі болды, бір жарты жылдай уақыт. Бізде кассовый разрыв дейді ғой. Сол кез келген бизнесте болады ол. Сондай бір кассовый разрывқа түстік. Ол жерде біз өте бір үлкен бір тәжірибе, ол ешқандай бір университет, ешқандай бір курстар бере алмайды деп ойлаймын. Себебі жаңағы ауыртпашылықпен келген тәжірибе өте бір сапалы болады деп айтуға болады. Сапалы, және ол адам оны бір көріп алғаннан ол қателікті жасамайды. Сен оқып тұрып басыңнан өтпесе жасап қоюың абзал. Біз сол үшін де мен өзім бір әлеуметтік желіде айтқам, қателіктер қай кезде пайда береді? Ол егер сол қателікті себебін анықтап бірінші, мысалы кейде қателесеміз, бірақ кейде мойындамауы да мүмкін. Мойындамауымыз да мүмкін. Себебі ондай нәрсе жоқ деп ойлаймын. Бірінші кезекте біз қателікті мойындаймыз, содан кейін қателіктің себебін анықтаймыз. Одан кейін үшінші қадам ол сол себептің болмауы, шешу. Одан кейін төртіншісі қайталанбау жолын жасау. Стандарт қой, енді сол стандартқа алып келеді. Яғни осы стандарт жасай берсек, сол қателікке келмейміз. Кішкентай сәбилердің өзі негізі осы методиканы қолданады, бірақ білмейді. Мамасынан бір рет шағып таяқ жесе бір нәрсені, келесі жолы сол базаны айналып өтеді. Тағы сондай нәрсе жасамайын деп ойлайды. Адамның жалпы психологиясы солай жұмыс жасайды, бала кезде сондай принциппен жұмыс жасайды. Бірақ өсе келе бізде мынандай нәрсе пайда болады. Кейде біз өзіміздің қателіктерімізді көре алмай қалуымыз мүмкін. Себебі бізде эго бар, эго конструкция дейді ғой. Бізде эгомыз бар, басқалармен бәсекелестік бар деген сияқты. Біз кейде бала кезге қарағанда кейде балалық шақтан кейде ақымақ болып қалатындаймыз мүмкін, мойындаймын. Нәрселер. Бұл жерде өсудің ең бір маңызды шарты дейміз ба, ол өзіңнің қателігіңді мойындау да. Проблема бар екенін мойындай алсақ, біз біреу сырттан айтады, тағы бірдеңе айтады, сырт көз сыншы дейді ғой, бірақ сырт көзге кейде ол жақсы көрініп тұрады. Біз өзіміз сол нәрсенің ішінде жүргеннен кейін кейбір нәрселерді байқамауымыз мүмкін. Сол себепті бірінші сол мойындау маңызды. Егер дамимыз десек, сол проблеманың бар екенін мойындап, соны шешу жолын қарастырсақ, ол бізді өте жылдам өсіретін бір инструмент. Адамды тұлға ретінде. Осы жерден сізге бір сұрақ қояйыншы. Мысалы, қазір бізді жас буындар қарап отыр ғой. Көбінесе мысалы маркетинг, бизнес, анау дегенде барлығының ішінде бір сұрақ: қандай бизнестен бастап көрсем болады? Я болмаса қазіргі таңда қандай бизнес актуалды? Сол сұраққа кішкене сіздің көзқарасыңыз, сіздің ойыңызбен жүгірсек, қандай бизнес актуалды, және жас, қалтамда көк тиыным жоқ, неден бастасам болады деп сұраса? Жалпы кәсіптің ішінде жүргеннен кейін біраз тәжірибе бар, бірақ та кәсіп ашу бойынша енді мен жоғарыда айтқандай, менде тәжірибемнің барлығы сәтті деп айтуға келмейді. Бірақ осы кәсіптің ішінде жүрген тәжірибеме сүйенетін болсақ, бұл жерде мақсатқа байланысты болады да. Бізге жаңағы тәуекелі жоғары, бірақ табысы үлкен ниша керек па, әлде тәуекелі аз, бірақ тұрақты табыс аз болса да тұрақты табыс керек па деген осы мақсаттардан. Осыны анықтап алуымыз керек. Не тұрақты табыс, не
жоғары табыс бірақ тәуекелі көп, иә? осылай бөлінеді. Егер де жаңағы енді жылдан бастап келеді. Одан кейін тағы бір сұрақ бар. Жаңағы вложениемен ба, әлде вложениесіз ақша саламыз ба, әлде Көбінесе салмайтындар Салмайтындар, сұрап отыр. Иә, Мгм. қызықты. Ақшам жоқ дейді, бастағым келіп тұр бірдеңке. көбісі солай нетеді. Оның негізі қазір мүмкіндіктері өте көп негізі. Көп. Мүмкіндіктері өте көп. Бұл жерде тек адамның характеріне, жаңағы қалай дейді, настойчивость қазақшасы қалай? Жыламасаң, жоқ деген сияқты қылып айтып тұрсыз ғой, иә? Бұл жерде жаңағы мінез керек, және адамның қабілеті болу керек негізі бір жағынан. Сұрай білу керек па? Егер сұрақ бизнес ашу болса, ол жерде мүмкіндіктер көп. Мысалы дропшиппинг дейді, бір жермен келісіп, мысалы клиентпен жаңағы өндірушіні түйістіру, мысалы соның процентін алу деген сияқты. Ол да бірден жаңағы ақша салмай нөлден бастап кетудің бір жолы. Риэлторлар сияқты ма? Иә, риэлторлар сияқты. Бұл атам заманнан келе жатқан жаңағы алып сатуға енді біз ақша салуымыз керек болады. Бірақ та егер біз екі адамды жаңағы тауарды алмай ақ түйістіретін болсақ, мысалы клиент тауып беріп, ол да бір жолы. Иә, мен түсінген сияқтымын Қуаныш мырзаның бұл жерде айтып отырғаны. Мысалы, сіз кез келген товарыңыз бар сататын, бірақ оны сата алмайсыз, өйткені сізде коммуникация болмауы мүмкін. Одан кейін сіздің сатып алушыңыз бір жерде жүр, ол кісіде коммуникация жоқ. Бірақ сол жерде екі ортаны түйістіре алатын жақсы көпірдегі адам бойыңызда мысалы қасиет болса, ол да бір бизнестің түрі деп айтқыңыз келіп отыр, иә? Дәл солай, Одан кейін екінші момент, өзімізде бар қабілетті монетизациялау. Мысалы біз тілді білуіміз мүмкін, ол жерде де ақша салып қажеті жоқ. Тек қана біз өзімізді әлеуметтік желілерде өзіміздің достарымызға сұрап, жаңағы өзі мені осылай ұсыншы өзінің әлеуметтік желілерінде деген сияқты сондай кішігірім жаңағы ақша салу арқылы, мысалы жарнамаға, тағы басқа нәрсеге, әлеуметтік желіге соны монетизациялауға болады. Мысалы ағылшын тілін білуіміз мүмкін, немесе жақсы видео, фото жасай алуымыз мүмкін деген сияқты. Ол жерде ешқандай ақша салудың қажеті жоқ. Мысалы мобилографияны егер видео жасауға қабілетіміз болса, қолымыздағы телефон жеткілікті деген сияқты. Жалпы ақша табудың мүмкіндіктері бұрыннан бері негізі көп, бірақ қазір бізде инструмент көп та. Қазір бізде инструмент көп болғаннан кейін адамдарда кішкене жалқаулықта басым болып бара жатқан сияқты. Ал келесі немен айттық, қабілеттерді монетизациялау. Бизнесті бастау ғой негізі сол, жаңағы ақшасыз қалай бастаймыз дегенді. Одан кейін минималды ақша салумен бастап кету. Үшінші әдіс, ол жерде кішігірім ақша салу керек. Яғни ол жерде біз жаңа бұрыннан бері келе жатқан маркетплейстарда, мысалы OLX дейміз, жаңа Каспи, Wildberries, тағы басқа Озон сатуға болатын жерлерде хит өнімдер болады, хит тауарлар, соларды сату. Ол жерде бізде өнімнің айналымы жылдам болады. Яғни біз халыққа керек қазір сұраныста болып жатқан тауарларды, ол жерде жаңағы тәуекел тек жаңағы оның трендтылығында. Мысалы тренд деген нәрсе ол қазір пайда болады, тез өшіп қалады деген сияқты. Сол трендті ұстап үлгеріп отыру керек болады да. Бұл жаңағы айналым тез ақша жасауға болады деген сияқты. Мысалы соңғы тренд болған лабубу ойыншығы. Вложение, оны бірақ бір тұрақты ретінде қарастыруға болмайды. Ол капитал жинап бір тұрақты табыс әкеліп тұратын бір нишаға салу керек болады. Жалпы табыс жайлы айтатын болсақ, жаңағы бұл кісі 3 түрлі этапты атап өтті. Ондағы жаңағы тұрақты табыс, одан кейін үлкен табыс, және де ешқандай ақша салмай бойыңыздағы қабілет арқылы табыс. Яғни адам өзінің хал ахуалына қарай өзіне белгілі бір қосымша табыстың жолын табуға болады деген нәрсені нұсқап тұрмыз. Ең ұтымды нәрсе бұл жерде сол қабілет, өзінің қабілетін тапқанша адам көп нәрсені көре берсе, негізі көре беру дұрыс. Көре беру өте дұрыс. Өйткені сәтсіздік болып қалады да, адамдар ойлайды бұл менікі емес деген сияқты. Мысалы бір нәрсені көріп, екінші нәрсені көріп, сатып көріп, тағы басқа нәрсе неғұрлым ертерек, неғұрлым жас кезімізде көбірек
дүниелер көріп және өзімізге жақын бір саланы тапқаннан кейін барып сол жерді ғана шұқылай беру керек та. Өйткені Иә. бізде маман болу үшін өзіміз неғұрлым андай Тәжірибе керек па? узкий бір Иә, бағытты алсақ, сол жер тиімді болады. Қуаныш мырза, қараңыз, көп адамдарға осы нәрсе дұрыс деп айтқаннан қарағанда, былай айтайықшы, сіздің қандай дұрыс емес жасаған осы бизнестағы құлдырауыңыз болды? Сол жайлы айтсаңыз, осы нәрсені істедім, өте дұрыс болмады, я болмаса өте көп ақша, энергия кетіп қалды, немесе осы жағым осы жерден сынып кетті деген сияқты. Болды ма? Иә, кәсіп болғаннан кейін, және ол кәсіпкер, егер өзіңнің кәсібің болса, ол жерде сен өзіңнің ресурстарыңмен тәуекел етесің. Иә. Ал басшылық болғаннан кейін біреудің ресурстарын қолданып отырғаннан кейін бұл жерде жауапкершілік те бар. Және сен өзіңнің басшылығыңның, былайша айтқан кезде өзіңнің бастығының ресурстарымен тәуекел етесің. Бұл жерде жауапкершілік, тәуекел екі есе болады. Иә. Және жоғарыда айтып кеткендей, осы бізде жарты жыл бұрын кассовый разрыв болды дедік. Ол жерде бізде ең басты мәселе, бір өзіме алған бір инсайт, бұл жерде кейбір мәселелерді келісіп, жоспарлап, алдын ала істеу маңызды екен. Енді мысалы бізде қарқынды бір даму болып кетті. Себебі бізде команданы, жаңа айттым ғой, команданы құрдық, өте бір мықты, амбициозный адамдарды жинап алдық та. Одан кейін үлкен өзгерістер жасай бастадық. Біз инновациялар қолдана бастадық, және ол өзіміз дұрыс деп ойлаған. Заманауи технологиялар, өзіміздің приложениямыз, ондай әзірге семейде ондай приложение жоқ. Өзіміздің жаңағы контакт центрімізді аштық, орталықтандырылған колл центрімізді. Қыздар автоматты жауап береді, робот қандай? Орысша, қазақша тіл таңдайтын, ондай енді бұл біз үшін сондай деңгей болды да. Біз өзіміз сондай бір әлі шағын бизнестер қатарына жатамыз ғой, енді орта кәсіпке жатпаймыз, біз әлі шағын кәсіпке жатамыз, орта кәсіпке аз қалды. Бұл сервиске жата ма, әлде брендтің статусы ма? Бұл табыс деңгейіне қарай ғой, және орта кәсіп деп айтып отыр, соны ма? Жоқ, жаңағы мысалы колл-центрлар қосу. Сервис және бұл оптимизация болды да. Біз негізі осы арқылы біз ресурстарды экономдау мақсатында жасадық. Иә, бір адам жауап беріп отырғанша автомат түрде. Бірақ бұл жерде біз өте көп шығын жасадық, және басшылықпен дұрыс бір-бірімізді дұрыс түсінбегеннен кейін, және нақты бір келісім болмағаннан кейін бізге басқарушы топқа өте ауыр соққы болды да ол. Және күйзелістер, және жауапкершілік, кейде сол күйзеліспен жүріп мен өзім ауырып қалам. Мен ауырып шыққаннан кейін біздің операционный директор ол ауырып қалады. Өйткені бізде бір сондай бір кезең болды. Мүмкін бізді солай дайындайтын шығар сондай нәрсеге. Энергетикалық. Өртенді нүктелеріміз, екі нүкте қатарынан өртенді да осы жақын арада. Осы Уранхайвада нүктеміз бір себептерге байланысты, жаңағы сондай техникалық ақауларға байланысты деп, ақауларға байланысты өрт болды. Одан кейін новостройка, жаңа Семейскаядағы нүктеміз, ол жерде де шағын өрт болды. Енді өте бір сондай бір кезең болды бізде. Аласапыран бір сондай бір кезеңнен өттік. Бұл жерде ең басты бір мәселе, кейде біздің қолымыздан келетін нәрселер болады, алдын ала жасай алатын нәрселер болады. Мысалы, оған біз көп көңіл бөле бермейміз. Жаңағы сақтандыру дейді ғой. Сақтандыру ол жай ғана бір сақтандыру полистарын қою, тағы басқа нәрсе емес. Сақтандыру деген өзімізді қаржылай сақтандыру, жаңағы қауіпсіздік жүйесін сақтандыру, жаңағы охранный күзет жүйесімен сақтандырамыз өзімізді деген сияқты сондай жаңа дабыл қызметтері. Осының барлығы бизнесте керек нәрсе. Керек нәрселер. Және осындай бір ауыртпашылықпен біз сол нәрсені түсіндік та. Осындай бір қалай айтсақ болады, бір одан кейін оған қайталанбайтындай.
қиналу емес, азаппен деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Осындай дүниемен келдік. Яғни біз өзіміз қаншама денсаулығымызды және уақыт оның уайым бәрі, тағы иә. басқа нәрселер Сол осылай келді. уақытта бизнес тоқтап тұрғанда табыс та тоқтайды. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бізде ақша айналым болып жатыр, бірақ таза табыс болмаған кездерде болды. Енді ол ұзақ болмады. Осы жолда жұмыс жасадық. Аман Бірақ есен шықтыңыздар. нәтижесінде біз қазіргі таңда қаржылай сауаттылығымызды арттырып алдық. Иә. Және соны басқа да және Ешқандай курссыз өздеріңіз арттырып алдыңыздар. Иә, біз ол нәрсеге түсінік болатын, бірақ оған қандай тактика арқылы келу керек деген дүниеде түсінік болмады да, осылай біз тәжірибемен келдік. Қазір бізде барлық стандарттарға сай, мен былай өзім сенімділікпен айтамын. Қазір көп кәсіптер көлеңкелі жолдармен табыс жасауға тырысады, кейбір жерлерден салық тағы басқа нәрселерден. Қайырлы жол іздемейді. Иә, салық тағы басқа жерден бір үнемдегендей болады. Бірақ ол басқа жерден шығып кетеді да кейде. Мысалы жаңағы сақтандыру, жаңа айттым ғой, қауіпсіздік тағы басқа нәрседен үнемдегендей болады, бірақ кейін ол апаттармен тағы басқа нәрселермен екі есе шығады, мүмкін одан да көп. Иә, одан да көп шығып кетеді. Бұл ең маңыздысы бұл жерде адам өмірі де бізде тәуекел зонасында тұрады да. Сол себепті осындай нәрселер біз сол сақтандыруды толық қамтамасыз ету. Бизнесті ғой ең қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Жалпы ер азаматтарға да өте құнды кеңес деп ойлаймын, себебі осыдан бастап мен өзім түсіне бастадым. Біз тіпті отбасымыздың да сондай қауіпсіздік жағын қарауымыз керек екен, сондай бір заң тұрғысынан, қаржы тұрғысынан, қауіпсіздік үйдегі, қай қазақтың үйінде қазір өрт сөндіргіш бар, қай қазақтың үйінде қазір дабыл қондырғылары бар деген сияқты, ол нәрсенің барлығы бір ойға алатын дүние негізі. Осы жерде бар ғой, енді негізінде тақырыпқа қатысы жоқ, ана махр деп айтып жатады ғой. Мен ол нәрсені бұрын білмегенмін ғой. Сөйтсе ол махр деген жолдасы аяқ асты апат бірдеме болып қалған кезде әйелі күнін көре алу үшін, уақытша болса да бір деңгейге дейін күн көре алу үшін жасалатын нәрсе екен. Енді бұл тақырыпқа сай емес, бірақ дегенмен де инсайтты осылай да алсаңыздар болады. Жаңа ер азаматтарға сіз фокус қойып айтып жатсыз ғой. Әкем айтып отыратын, ол қазақтың салт дәстүрлерінің барлығы тиімді деп. Тиімді. Иә, өте тиімді деп. Бұл жерде жаңағы бізде қалжа деген бар, қалай десе, қырық серкеш дей ма, сондай дүниелер бар. Қырық серкеш не береді? Нағашы жұрт береді. Сол дүниелер, жалпы мысалы келін түскен кезде көрімдік бересің, қалың мал бересің, ол қайтып келеді, сөйтіп айналып жүреді. Бізде ұтылу жоқ. Енді біздің салт дәстүріміз болсын. Оның астында үлкен негізінде мәдениет, тәрбие жатыр ғой. Негізінде сол. Біз оны адамдар енді өзі әртүрлі бұрып алған ғой, бірақ дегенмен де қазақтың нағыз салт дәстүрлерінде үлкен психология бар. Қазір елдер Африка деп ашып жатқан нәрсені негіз қазақтар бұрын жасап тастаған. Бірақ өкінішке орай біз патенттеп үлгерген жоқпыз. Дегенмен де ол біздің ұлттың өзінің сондай үлкен бір мәртебесі деп айтамын. Мен өз ұлтымды жақсы көремін және мен мақтанамын. Артық әңгіме болмасын, өзім үшін айтып жатырмын. Өзім үшін тағы да ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Ең бір сапалы инсайт дейміз ба, бұл тіпті инсайт емес, бір сол жаңағы айтып отырғандай үлкен бір ауыртпашылықпен келген білім және тәжірибе ғой. Бұл тәжірибені жалпы барша осы көріп отырған көрермендер, тыңдармандар өздеріне қазірден бастап қолданса, ойларында жүрген болса, немесе жаңағы бір қолға алу керек деп пайдасы тиеді. Пайдасы міндетті түрде болады. Өйткені бұл сақтандыру немесе қауіпсіздік деген нәрсе, ол бір білінбейді ғой, бір керек жоқ нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ жеме-жем келген кезде, сондай бір жағдай болған кезде нәтижесін көреміз да, сол нәрсе. Міндетті түрде, иә. Осы жерде жаңа сөзіңізді бөліп, Қазақстандағы ең мықты кейс жайлы айтсаңыз, осы бизнестағы. Қазақстандағы мен өзім үлгі тұтатын үлкен бір компаниялар бар. IT саласында, тағы басқа салада өз нәтижелерін беріп жатқан. Мен өзім үлгі ретінде көбінесе
командаға айтып жүрем. Көпшілігі білет, Каспи жаңағы супер приложение деп айтып жатады ғой, супер қосымша деп. Бұл әмбебап қосымша, бірақ ол барлық кезеңде ондай болмады ғой. Біз кайдзен бойынша курсқа барған кезде, сонда Каспидің командасында болған жігіт, Құмар Мұсаев деген жігіт бізге тренер болды. Сол жердің қалай біз жақсартулар жасадық деген сияқты нәрселерді айтып отыратын, өзінің кейстарымен бөлісіп деген сияқты. Онда ең басында Каспи осындай болмады. Ол жерде маркетинг, адамның қажеттіліктерін жабу мақсатында, жаңағы осы аудиторияға не керек, осы нәрсенің бәрін зерттеп адамдардың проблемасын шешу арқылы келді осыған. Бұрын естеріңізде болса, енді біз қазір Каспидің картасын қанша секундта, қанша минутта аламыз? Ол бір минутқа жетпей алуы мүмкін. Жетпейді. Бір ай бұрын алған мен. Иә. Бірақ бұрын біз есіңізде болса 7 күн, мысалы жаңағы өте жылдам деген кезде тапсырыс беріп қоясың. Жылдам дегенде 1 аптада алатынбыз. Иә. Ал асықпай келгенде 2 апта көлемінде келетін. Сонда жаңағы сол жігіт айтады да, бізге басшылық келіп тапсырма берді бізге дейді. Осы картаны 1 күнде алатын қылып істеуіміз керек деді дейді. Сонда барлығымыз ойланып қалдық дейді да, оны қалай істеуге болады деп барлығымыз жаңағы ортаға салып отырмыз дейді. Сонда бір қыз сұрақ қойды дейді. Ол картада адамның аты жөні жазылуы міндетті ма деп сұрады дейді да. Сонан кейін басшылық міндетті емес деп айтты дейді. Одан кейін естеріңізде болса, әр Каспидің нүктесінде аппараттар болатын. Сол кезде біз қызыл карталар алатынбыз. Каспи деген, Каспи деген қызыл, Каспидің өзінің эмблемасымен қызыл. Ол кезде отырып бір 15 минуттай күтетінбіз. Сөйтіп, олар 7 күннен 15 минутқа қысқартқан. 15 минут деген ол үлкен жетістік болып көрінеді ғой бізге. Үлкен жетістік болып көрінеді. Сөйтіп, олар қазір сол нәрсені жетілдіріп, қазір біз сол 1 минутқа жетпей, 2 минутқа жетпейтін уақыт арасында картамат деген нәрсе пайда болды. Енді білмеймін, басқа мемлекеттерде бар ма, әлде ол тәжірибені қолданып жатыр ма, бірақ енді әлеуметтік желілерде қарасақ, ол біздің алыс жақын көршілерімізде ондай жоқ. Түрік елдер таңғалып жатыр дегенді естідім мен соңғы уақытта. Түрлі елдер келеді, таңғалады. Енді бұл үлкен бір үлгі алатын бір кейс деп есептеймін, себебі қазір ол Каспи приложениесінде біз бүкіл өзіміздің қажетті құжаттар, тағы басқа нәрселерді, көлік рәсімдеу, үй рәсімдеу бар ма білмедім, бірақ енгізіп жатыр деп естіген. Әйтеуір мына үйдің нелерін, жаңағы электр барлығын сонда төлеуге болады. Коммуналдық қызметтер барлығын төлейміз бір қосымшада. Басқа елге ақша аудара аламыз, теңгені басқа нелерге, долларға, евроға аудараламыз, өте ыңғайлы. Қазіргі тенденцияны өте бір жақсы қолданған компания. Енді біз бұл кісілер сонда қолданушының мұқтаждығын жауып алды, уақытты үнемдей алды. Мықты сервис, Егер де мысалы ойлаңызшы, кез келген бизнес, бұл жерде жарайды қосымша болып тұр ғой, кез келген жаңағы тамақтанатын жерлердің өздері адамдардың уақытын үнемдей алатындай сондай дүниелер қоса алуына болады ғой. Болады, Даяшыларды көбейту мақсатында ма, бірақ әлде соны цифрландыру керек бола ма? Цифрландыру. Бұл жерде бізде осы жоғарыда айттым ғой, quick сервис, және тапсырыс бердің, тапсырысты алып кеттің деген. Бұл бағыт дейміз ба? Бұл бағыт ақш-та сол Макдональдс деген компанияны білеміз. Жылдам тағамтандыру. Ағайынды Макдональдстар кезінде өздерінің тамақтану орталығын ашып, сол жерде көп менюда атаулар, тағамдар көп болады. Кейін олар бір уақытта соны оптимизациялауды ұйғарады. Яғни тағамдар санын монопродукт дейді, бір бағытта ғана. Яғни байқасаңыздар, Макдональдс ол бургердің аумағында ғана. Олар 80 шақты атаудан бір-ақ нәрсе қалдырады, бургер ғана қалдырады. Одан кейін лин дейді. Лин продакшн деген нәрсе бар. Бережливое производство. Біз қазір кайдзен деп айтамыз, тағы басқа деп айтамыз. Бірақ олар үлкен өндіріс орындарының принципін алып, осы тамақтануға қолдана бастайды. Яғни бұл жерде үздіксіз жаңағы өндіріс процесін
қалыптастыра бастайды. Мм, Яғни бұл мгм. жерде бір процесс екінші процесске тікелей байланысты, бірақ Мгм. үздіксіз жылжып отырады. Яғни основатель деген фильмді көрсеңіздер, сол жерде байқайсыздар, жаңағы Рэй Крок басты кейіпкер келіп тапсырыс береді да, Мгм. ол тапсырысты бүйтіп жаңағы тапсырыс қабылдап тұрған кассир бірден қолына беріп тұрған кезде таңқалып қалады да, Мгм. басқа мынау кімнің тапсырысы деген сияқты жан-жағына қарап осы нәрсені енгізді. Одан кейін сол модельді барлық жаңағы KFC дейміз, барлық танымал компаниялар қолдана бастады. Одан кейін осы посткеңестік ортада бізде Додо пицца деген Иә, компания бізде де пайда бар болды. қалада. Олар да дәл осы Queen жаңағы. принципті, Мгм. quick сервис А, жаңағы Quick. лин Мгм. лин дейді, бережливое производство, осыған негізделіп жаңағы үлкен өндіріс заводтың принциптарын қолданып жаңағы Лососта да бережливый. байқадым мен сондайды. Иә. 40 Ну, минутта келу қазір керек ол дегенде. не құпия емес ешқандай да, Мгм. бірақ ізденген адамдар оны қолдана алады өз. Ал Мгм. біз енді бұл лин деген нәрсе ол үздіксіз даму деген ғой, жаңағы кайдзен деп айтамыз. Кайдзен деген ол үздіксіз даму, және оның шегі жоқ. Иә. Оны біз максималды түрде бір автоматизацияладық дегеннің өзінде оны және жетілдіре беруге болады. Иә, ары қарай, мысал аха. сияқты. Дами беру мақсатында ғой. Иә. Қараңызшы, өз тауарыңды, өз бизнесіңді брендқа шығару үшін командамен қарым-қатынасты қалай қою керек? Қарым-қатынас қандай дәрежеде болу керек? Өте жақсы сұрақ. Мен негізі өзім табиғатымнан интроверт дейді ғой, адамдармен. Енді былай қазір көп ешкім сене қоймайды. Мен өзім адамдармен қатты интроверт деген жалпы негізі көпшілік ортада адамдармен қарым-қатынас жасауда. Мен оны байқадым. Иә, ұнатпайтын адамдар. Аха. Көп жоқсыз. Иә. Қалай бұл кісі блог жүргізіп жүр деп ойладым мен. Бірақ адамдармен қарым-қатынас жасау, тағы басқа нәрселер, бұл мен жүре келе өзім дамытқан дағды деп айтса болады. Бұл нәрсе жаңағы командамен жұмысқа өте маңызды, және дамим деген адам үшін біз өзіміз жаңағы қоғамдық жаратылыс болғаннан кейін жаңағы бір адамдармен қарым-қатынассыз, тіпті ер азаматтар енді жауапкершілік, отбасына жауапкершілік алады, жаңағы өзінің қызметкерлеріне болса жауапкершілік алады. Және өте маңызды дағды адамдармен қарым-қатынас жасау. Және ол қарым-қатынас жасаудың өзінің бір шектері, ара жігі бар. Мысалы, қызметкерлермен қалай қарым-қатынас жасау, серіктестермен өзінің шекарасы бар. Қарым-қатынас жасау, шекарасы бар деген сияқты. Командамен жұмыс жасау, ол да мысалы кейбір туа бітті қабілеті бар адамдар болады, мотиваторлар деген сияқты. Енді мен Гэллоп тест, тағы басқа нәрселер тапсырып жатамыз ғой. Менде ең бірінші орында сол активатор деген бірінші орында екен. Енді ол демек менде ол өзімнің табиғатымда бар. Яғни мен өзім бір нәрсені көре алам. Мысалы қайда бара жатқанымызды көре алам, және соған адамдарды сендіре алам. Мысалы біз осы нәрсеге бағытта бара жатырмыз, осындай болады, қазір мынаны істей алсақ. Бұл құрғақ уәде емес. Яғни мен оған қалай жету керек екенін Алла тағала берді, сондай қабілет, соны көре алам. Сен мынаны істесең, нәтижелі болады. Енді командамен жұмыс жасау деп отырмыз ғой. Командамен жұмыс жасауда ол жерде ең маңызды дүние ол команданы процеске және нәтижелі жұмыс жасауға, нәтижеге фокус қою. Мысалы үшін белгілі бір зонаға жауапты адам, белгілі бір процеске жауапты адам жоспар бойынша қандай нәтиже көрсету керек? Мысалы үшін сол ай аяқталғаннан кейін сол нәтижеге жете алды ма деген осындай тілде сөйлесе басшылық, онда жұмыс жеңіл жүреді. Ал егер де мынаны істе деп тапсырма беріп, ол тапсырманы басшылық өзі ұмытып кетіп жатса, одан кейін 1-2 айдан кейін осыны тапсырып едім ғой деген сондай қарым-қатынас болатын болса, онда қызметкерлердің де көзқарасы басқаша болады. Жауапкершілігі де тұрақтылық қой сонда, тұрақтылық және көрсеткіштермен жұмыс жасау. Көрсеткіштермен жұмыс жасау. Яғни нақты есептелетін уақыты бар және есептелетін жаңағы
единица измерения дейді ғой, мысалы бір белгілі бір өлшенетін көрсеткіштері болу керек ол нәрсенің. Уақыт жағынан, көлем жағынан, тағы басқа жағынан өлшену керек. Егер ондай болмаса, ол жерде команданың бірінші кезекте мотивациясы түсіп қалады. Біз өзіміз түсінбей қалуымыз мүмкін. Команда неге жұмыс жасамайды, бұларға ақша көтеру керек па, тағы басқа деген сияқты. Ал егер команда жаңағы нәтижені көрсе, өсуді көрсе, ол жерде ең маңыздысы ақшада болады. Және материалдық дүние ол маңызды әрине. Ол сол жерде пайда келтіріп компанияға табыс тауып жатса, ол жақсы ғой. Бірақ компанияға пайда беретін адамдарды құрметтейді. Және сондай адамдарға ол адамға қажет қарым-қатынас барлығы бөлек болады ғой. Қарым-қатынас бөлек болады. Қажет ондай адамдар. Мысалы компанияның қажеттілігін өтейтін адамдар, сол нәрсені түсінетін адамдар. Еңбегін бағалау керек болады. Ол дұрыс қой, еңбек міндетті түрде. Енді және командамен жұмыс жасауда ең маңызды этаптар ол басшылық бірінші кезекте сол команданың қабілеттерін біле алу керек. Қай адам қандай зонаға жауапкершілік алса тиімділік болады. Одан кейін сөйлесу кезінде тапсырмаларды өздерімен ақылдаса отырып, мысалы сол нәтижемен және есептелетін бағаланатын нәтижеге байлау. Осы арқылы ғана ғой негізі. Одан кейін мотивация, тағы басқа тимбилдингтер, ол жаңағы команда бір-бірін тану үшін сияқты. Тану үшін, жаңағы қарым-қатынас жақсы болу үшін, корпоративная культура дейді, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру мақсатында болады. Ал жаңағы басшылық ол өзінің жаңағы қабілеттеріне байланысты. Көбісі ойлайды, мен қазір жұмсақ болсам, мен тыңдамай кетеді, басқа шығып алады деген сияқты. Ондай емес, жалпы талап ете алатын адамды кез келген адам сыйлайды. Әрине. Мен мынандай мысалды көп келтіремін негізі. Мектеп кезінде біз ойлаймыз, мектеп оқыған кезде біз қатал мұғалімдерді тыңдадық деп ойлаймыз да. Негізінде олай емес. Мысалы, мен қаталмын деп есептейтін мұғалімдер болады. Мысалы, мектепке сыныпқа кіріп келеді, айғайлап бәріне отырыңдар, тағы бірдеңе. Бірақ ондай мұғалімдердің көбісін тыңдай бермейді негізі. Мысалы, жылап шығып кетеді, шулап отыра береді. Бір рет айғайлайды, тыныш отырасың, одан ары қарай шулап кетесің негізі. Біз көбінесе қандай мұғалімдерді тыңдадық? Біз талап ететін мұғалімдерді тыңдадық. Мысалы үшін ол кісі білесің, ертең саған мынандай тапсырма берді ма, ертең сабақ болған кезде ол міндетті түрде сұрайтынын білесің. Оның сабағында тып-тыныш отырасың деген сияқты. Ол кісінің сабағында бірінші сабақтан бастап тәртіп болады. Бүгінгі сабақта былай отырамыз, сабақтың ережесі мынандай нәрселерді істейміз. Ол басынан қойып береді бізге ережені. Сондай мұғалімдерді тыңдадық. Мен оны кейіннен түсіне бастадым да. Өйткені мен жаңағы өзінің ойын ашық айтатын, тік айтатын адамдарға жақын жүреді екенмін да. Мысалы, көбісі қатал деп ойлаған адамдар, бірақ ондай адамдар көбінесе шындықты айтады да. Мысалы, шындықты айтады, және сен ол адам сен артыңнан сөйлейді деп қорықпайсың да. Мысалы, ол кісі сондай адамдарға көбінесе жақын жүреді екен. Бетіңе айтады, беті ашық болады. И ол кісілерде жаңағы тәртіп бар, жүйе бар деген сияқты, жүйелік бар. Сондай адамдарды тыңдайды екенбіз. Басшылық та сол сияқты. Ол жерде міндетті түрде қатал болу, және өзінің, мысалы, маған қарап ешкім қатал деп айтпайды ғой. Мысалы, мен өзімде мысалы қатты адамға бүйтіп ұрысып, ондай талап ету деген сияқты нәрсе табиғатында болмағаннан кейін, бірақ нәтижемен және көрсеткіштермен есептеу деген кезде ол кез келген адамға жеңіл болады. Мысалы, бізде көрсеткіштер болса, мысалы, осы көрсеткішке жетсе, ол белгілі бір талаптарды бұзса, 2 рет бұзса, 1 рет бұзса, ескерту, 2 рет бұзса, қатаң ескерту, 3 рет бұзса, жұмыстан шығарылады деген сияқты, немесе қайтадан оқуға жіберіледі деген сияқты. Бұл барлығы көрсеткіштер да, регламенттер просто. Регламент бойынша ғана жұмыс жасап жүреміз, ештеңеге бас қатырмаймыз. Сонда ешкім өзінің табиғатына сай емес бір адам болуға талпынбайды да сонда. Барымен. Сол үшін регламенттер жаңағы көрсеткіштерге бағыттаса, команда бір-бірімен жақсы түсіністікте болады. Жүйелі жұмыс жасайды. Негізінде қазір мен ойлаймын, бүгінгі жалпы болып жатқан подкастта біз көтеріліп отырған тақырыпта қаншама бизнес бастасам, бизнесімді алдыға жүргізсем, тоқтатамын ба, тоқтатпаймын ба, өз қабілетін пайдаланамын ба деген адамдар болса, бір шама осы жерде ақпарат ала алдыңыздар деген ойдамын. Енді ешкімнің уақытын алмай, уақыт өте құнды. Дегенмен сізге ең соңғы бір сұрағым, соны кәдімгідей халыққа жүйелеп айтсаңыз, жалпы мықты бизнесмен болу үшін
иә. Адам күнделікті өмірде қандай бір салт дәстүрді пайдалану керек. Жаңағы сіз айтпақшы, кітап оқисыз, жүгіресіз, бірдеме өзіңіз нені қолданасыз және қандай нәрсеге адамдарға совет деп айтайын деп кеңес кеңес бересіз. Мен енді өзімді былай кәсіпкер деп есептемеймін. Мысалы кәсіпкердің жолы бір бөлек, Басқарушы менеджер, бөлек. басқарушының жолы бір бөлек. Бірақ кәсіпкер деген адам ол өзін жаңағы стержен дейді ғой, стержені өте мықты адам, стресске төзімді сондай адамдар болып келеді көбінесе. Бірақ енді кәсіпте басқарып жүргеннен кейін мен айта аламын, бұл жерде ең бастысы бір деңгейде тонуста жүру ғой. Сіз айтып отырғандай, бұл жерде егер біз білім алмасақ, бір қалыпта жүрсек, ол жерде тоқырау болады. Марғұлан Сейсенбай бір мысал келтіреді. Бір қалыптылық деген нәрсе болмайды да. Егер біз бәрі бір қалыпты десек, ол не құлдырауға келеді. Егер біз ізденіп отырсақ, ол даму жолына алып келеді. Ал бір қалыптылық деген ол құлдырау. Мысалы біз күнде оқымай жүрсек, ол құлдырауға алып келе береді ары қарай. Заман дамиды. Енді кәсіпкер, соның ішінде табысты кәсіпкер болу үшін бірінші кезекте жаңағы стресс, тағы басқа нәрселер, ол біз физикалық түрде жаңағы стресске төзімді болу үшін физикалық жүктеме болу керек. Міндетті түрде спортпен айналысу, тағы басқа нәрсе. Ол база деп айтсақ болады. Кез келген кәсіпкер ол нәрсені біледі және сонымен айналысады. Табысты кәсіпкер. Стресске және тағы да басқа жүктемелерге төзімді болу үшін. Одан кейін білім бойынша да жүктемелер көп болу керек. Яғни бізде қажеттілікке байланысты қазір бізде қандай проблема болып жатыр, сол бойынша оқи береміз, іздене береміз, подкасттар көреміз, курстар өтеміз деген сияқты. Тұрақты түрде негізі жаңартамыз сөйтіп. Тұрақты түрде кітап оқып отыру. Және кәсіби дағдылар ол бір оқып алып сонымен жүре беретін дүние емес. Кәсіби және басқару мәселесі болсын, есеп, жүйе, тағы басқа нәрсе, ол тұңғиық қой. Шегі жоқ. Сол үшін кәсіпкер адам үнемі даму жолында жүру керек. Бұл жерде кәсіп жолына түскеннен кейін адамда шегінерге жол болмайды да. Себебі шегінген күннің өзінде ол өте эмоционалды тұрғыда өте ауыр болады. Сол себепті үнемі тонуста жүруге тура келеді. Бірақ ол өте қызықты негізі. Мысалы, іздену жолы деген бір бөлек қызықты нәрсе. Себебі біз әр жаңа ақпарат білген сайын ол бір өтірік айтқандық болмайды, бір ләззат береді. Себебі біз шешім тапқан сайын, бір нәрсе шешім тапқан сайын, ол шынайы бір адамда эмоционалды және бір іште бір физикалық тұрғыда бір ләззат береді негізі. Бір шешім табасын, ол эйфория береді да бізге. Бұл сондай нәрсе, бір эмоционалды тұрғыда көтерілу, түсу, сондай бір дүниеде жүреді. Бірақ егер сол нәрсе адам табиғатына жақын болса, өте қызық дүние. Сол үшін тонусты жоғалтпау және бір қосатын дүние тағы айта кетсе болатын шығар, демалу, уақытында демалып отыру, ол да пайдалы. Онда дұрыс қолдана алу керек. Демалмай жұмыс дегенде дұрыс емес, дұрыс айтасыз. Демалу, өйткені ол бізге кішкене андай қайтадан қалпымызға келу, жаңа идеялар келуге мүмкіндік береді. Сол осындай дүниелер негізі кәсіпкердің дамуына өте көп. Кәсіпкердің жалпы тұлғасы, бүгін біз енді Қуаныш Арманұлының көрсеткен тұлғасы бойынша ақылдастық, айттық. Бұл кісінің де айтары бар, өйткені өздеріңіз тыңдап отырғандай тоқырауы бар, жетістігі бар деген сияқты. Біз сізге мың алғыс айтамыз. Көп рахмет. Уақыт ең бағалы нәрсе. Сол уақытыңызды бөліп біздің жастарымызға, біздің қоғамға өзіңіздің пайдаңызды, инсайттарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға да көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да сізбен осындай әдемі де дұрыс жүйелі тақырыптарды талқыласақ деген ойдамыз. Біздің қонағымыз бола беріңіз. Шақырғандарыңызға рахмет сізге. Ал бизнестеріңіз дами берсін. Көп рахмет. Рахмет сізге шақырғандарыңызға. Қош келдік, қош көрдік.